қазір Аруканы садиктен аламын, сосын базарға барып тез үйге керекті продуктілерді алып келемін. Асла ұйықтап жатыр, ол біраз ұйықтайды, тыныш отырсын. Точно қорықпайсың ғой, кете берейін ба точно? Иә. Точно қорықпайсың, қара бірақ, бұзықтық жасама. Айтқанды тыңда, есікті ешкімге ашпаймыз. Балқия. Karnım ашып кетті ғой. Деланч. Достар, бұл мини-фильмді арнайы сіздерге пайдалы болсын деп шығарды. Жалпы сіздер бос уақыттарыңызда үйде жалғыз қалғанда не жасайсыздар? Комментке жаза кетіңіздер. Dostlar, bana karnım açıp bitti. Salayım demek. Dostlar, ayıcın tadım onları kiyip kalayım dedim bu. Al dostlar, sırıp buldum, bana az olsun. Boyanasın zaten boyanmalar. Tek bastayım. Қалай әдемі. Так, мен маманың маскасын жағамын. Мына сен ашық екен. Мына жер ашық.
Қорқыватыр. Мамама звондап қойдым, қазір келем деді. Мамамды күтіп отырмын. Мама ертіп кеп қалса болады деді. Келген сияқты ғой. Мама кеп қалған сияқты ғой. Мама! Ана біреу бар ғой да біздің үйімізге ұрлық жасап кірейін деп қалды ғой. Кім кірмекші болды? Сөйтсе ма келіп жатқан кезімде біреу мына жерден кетіп қалды да. Кім екен ол өзі? Может, қателесіп кірген шығар, иә? Қазір көреміз енді. Достар, біз енді үйге келіп қалдық. Қазір Еркеназдан жалпы сұрап жатырмын, не болды, қалай болды деп. Қалай болды өзі? Айтып берші өзің.
анау бір мен есікті бүйтіп ашып, ол ашайын деп отқан еді, мен полиция шақырамын деп, ол кетіп қалды. Ма? Дұрыс істепсің, есікті ашпа, жарай ма? Жалпы достар, біз бұнымен нені көрсеткіміз келді? Біз жалпы көп қабатты үйде тұрып жатқанымызға міне уже 3-ші жыл. Мұндай жағдай жиі болып тұрады. Жалпы болған оқиға бұл негізінде. Соны таспалап мини видео деп етіп шығардық. Жалпы сіздер көріңіздер, бөтен адамға есікті ашпаңыздар, әсіресе үйде кішкентай балдар жалғыз қалған кезінде, жоқ, аман болыңыздар. Барлығыңызды жақсы көреміз. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Пока.